Блин, айрандай қылып ше адамның абыройын. Не фиолетовый цвет, анау мынау. Не деп жауап беру керек енді, айтшы. Нормально абыроймен кету керек еді да сол. Қасықтап жинаған абыройды қасықтап төкпе дейді да, шелектеп да. Лучше поздно, чем никогда, чем поздно дейді да. Орыс айтады да, орыстар. Кучу пел отырмын, намамды жүдә бүйтіп, мынаны түсіріп алып ше. Өзім бүйтіп отырайыншы. Кучу пел отырмын. Так, осымен эфирдің аяғына да келіп қалған жайымыз бар. Құрметті көрермендер, ертең эфирға кіріңіздер. Біздерді ертең эфирға кірем ба, кірмеймін ба, оны көреміз. Бірақ менің осындай эфирларым егерде сіздерге шығып тұратын болса, TikToktан кіруді ұмытпаңыздар, потому что эфирда қызық болады. Максимально деп қойсың. Почти 1 сағат отырдым, нормально сияқты эфирде. Ренж жоқ шығар, или бар ма ренж? Ренж болса конкретно айтыңдар. Ал, бәріңізге рахмет. Бүгінгі осындай эфирімді менімен бірге болғандарыңызға, сұрақтар қойғандарыңызға, чатты жазып, кішкене қызық қылғандарыңызға, сіздермен қызық қой бұл эфир. Егерде ешкім кірмесе, мен бір өзім өйтіп сөйлесіп отпаймын ғой. Сол үшін сіздерге рахмет бәріңізге. Бұның бәрі әзіл, егерде түсінбей қалатса, новыйдан адамдар кірсе. Так что бұның бәрі әзіл, если что. Егер әзілге жататын болса. Все. Ал, бәріңізге рахмет. Осындай бізбен бірге компанию составлять еткендеріңізге. Так что сау болыңыздар. Так что мынандай сұрақтар қоя бермеңіздер. Неге фиолетовый, анау. Ол не үшін фиолетовый екенін келесі бөлімде айтам. Все. Потому что мен бір бизнес ашып жатырмын. Сондай фиолетовый. Так, сау болыңыз бәріңізге. Эфирдің соңында бір өлең қойып жіберу керек еді. Күте тұрыңдар, иә. Прощальный бір типа андай өлең қойып жіберейін де. Типа. Мен өзім диджеймін ғой еще. Так, қандай өлең қойса болады? Прощальный. Грустная песня деп қойдым. Бола ма? Эй. Shift басып қапты. I see it unfolding. Дейді ғой, ютубта өлең қоссаң, сол үшін ба? Өтірік па? Болды, шығайыншы точно. Осы абыроймен шығайыншы. Пожалуйста. Бәріңізге пока, сау болыңыздар. Келесі эфирлерде күтем. Сау болыңыздар. 3.700.000 лайк, 7.000, 10.000 адам, 11.000 ба? Ол адам ұтты жаңа, 11.000 бірдемесе адам ұтты. Бәріңізге рахмет. Келесі кездескенше. Болды, қошын шығам эфирден. Давайте, пока. Ренж болмасын, ә? Ертең кірем. Мен жұмысқа кеттім, жұмысымды істеймін. Клиент келіп тұрса. Давайте, пока. Пока. Жақсы көрем сіздерді. Бәріңізге рахмет. Ағайын, 4.000 алып